А точкасынан Б точкасына барғымыз келеді ғой. Точка Б-ға қойған заттарымыз өкінішке орай өтірік болады. Да ты сможешь айрам жыртып 0 теңге тауып жүрген адамға сразу миллион теңге қоюды ұсынбас едім. Точка А-дан точка Б-ға жеткен кезде мен адамдардың үш типін байқадым. Найымда жұмыс істеп жүрген кезде мен осы уақытқа дейін шыдап келгенім жеткілікті. Менің өзімнің жасаған бір қателіктерім бірі бұл сен өзінің сезіну керек эмоциялардан қашып жүрген жоқсың ба? Все, хватит уже. Қалайсыздар достар, сіздермен Құлан мектеп берген және бүгін біз кезекті потенциал подкастын сіздермен жазамыз. Бүгін сіздермен талқылағым келіп отқан тақырып бұл барлығымыз енді даму жолында жүргеннен кейін А точкасынан Б точкасына барғымыз келеді ғой. Енді көп адамның қазіргі қарап жүрген видеолары, қатысып жүрген курстары, өзінің дамытып жүргендері белгілі біздің бір точка Б-мыз бар, сол точка Б-ға жеткіміз келеді. Енді мен осы точка А-дан точка Б-ға жетудегі өзімнің бір наблюдениялармен бөліскім келеді. Басында енді бәріміз Б точкасында әйтеуір бір ақша табу керек, өзіміздің бір қажеттіліктерімізді өтеу үшін тек қана солай бір кәсіп бастадық, немесе бір жұмысқа тұрдық. Содан кейін бір белгілі бір алдымызда инструкция немесе шаблон болды, соны қайталау арқылы бір точка Б-ға жеттік. Енді осы точка Б-ға және А-ға жеткендегі өзімнің байқағаным, біз ең бірінші проблема точка А-ны білмейді адамдар, вообще білмейміз қай жерде тұрғанымызды. Енді бізге точка Б-ға бару керек, бірақ точка Б-ға бару үшін точка А-ны білмейсің да. Мысалы, такси шақыратын болсаң, Б точкасының адресін білсең де, сен точка А осы жерде белгілеу керек қой. Көбінесе осы менің өзімнің өмірімде өткен мәселелер бойынша точка А-ны қабылдау өте қиын. Көп адамға айтсаң, қанша ақша табасың десең, 0, немесе енді бастайын деп жатырмын, осылай болып жатыр деген сияқты бір басқаша сылтауларды айтады. Бірақ точка А деген нәрсе бұл тек қана ақшалай зат емес, бұл сенің шынымен менталды денсаулығың, қазір сен қандай состояние тұрсың, тура солай барлығын жазып шыққан кезде бұған белгілі бір шынымен аудит керек. Адам оны мойындап, қанша расходың бар, қанша доходың бар, және де қандай жерде тұрсын деп мойындап айту адамға өте қиын. Өйткені біздің адамдардың көбісінен сұрасаң, қалайсың десең, Аллаға шүкір, жақсы, бәрі. Бизнес бастаса, болды, енді бастап жатыр қой. Қазір қанша ақша жасап жатсың десең, енді былай ғой деп адамдар мойындағысы келмейді көп затты. Мен бұны түсінем, өйткені точка А-дағы затты, факты қабылдау бұл өте қиын. Кәдімгідей қиын адамға. Енді врачқа барған кезде сен белгілі бір диагнозда осындай аурусың деген сияқты бір қабылдайды да, содан кейін бір белгілі бір иллюзияда жүреді. Мен айтайын, ауруын жасырған аңдымай өледі деген сияқты, біз ең бірінші шынымен қай жерде тұрғанымызды, біз шынымен қазір қанша ақша табатынымызды, қанша расход жасайтынымызды бәрін точно білетін болсақ, содан кейін барып точка Б-ны белгілеуге болатын сияқты. Тағы да бір мысал айтайын. Бір қыз болатын менде, келіншек. Қанша табасың десем, енді бастайын деп жатырмын деп айтып жүреді. Бірақ ол кісі алғашқы продажаларын жасаған, алғашқы продажалары 14 мың теңге болған, мысалы да. Адамға бірақ 14 мың теңге таптым деп айтқан өте қиын. Лучше мен 0 теңге таба салдым деп айта салған оңайда, немесе прям әлі ештеңке бастаған жоқпын, немесе бастайын деп жатырмын деп айта салу оңай. Мен енді өзімнің басынан өткеннен кейін сіздерде осы точка А-дағы факты шынымен қабылдауды сіздерге ұсынамын. Сіздің 14 мың теңге тапқаныңыз немесе точка А-дағы тапқан нәрсеңіз, бұл сіздің әлсіз, немесе сіздің бір онша емес, сіздің білмеймін, бір басқа да қандай теңеу келтірсе болады, ондай бір жаман адам емес екеніңізді білдірмейді. Бұл тек қана сіз факт, қазір точка А-да тұрмын дегенді білдіреді. Енді қараңызшы, мен қазір навигатормен, барлығымыз навигаторды қолданамыз точка Б-ға баруға. Мен точка А-да тұрсам, мен бұл
бұл тек қана точка Б-ға жетпегенімді көрсетеді, мен қай жерде тұрғанымды көрсетеді. Өкінішке орай біз точка А-ны да білмейміз, Б-ны да білмейміз, ортасында бір адасып жүрген сияқты күй келтіреміз да. Сондықтан ең бірінші мәселе, мен ойымша, точка Б-ны кәдімгідей отырып, бір ручкамен қаламды алып, ручкамен дәптерді алып, сен қазір қай жердесің, сенің қанша ақшаң бар, сенің қазір қанша платеждарың бар, может қарызың болса қарыздарың бір бөлек, сен шынымен осы айда қанша теңге табасың деп. Енді қазақ болғаннан кейін қазақ кішкене қосып айтқан жақсы көреді. Мен көбінесе адамдардың қанша ақша табасың деген кезде миллион теңге табам деп айтады да. Оның өзі кішкене бір келмейді да, өйткені адам миллион бір 4.000 теңге табуы мүмкін, миллион 4130 теңге табуы мүмкін да, бірақ адам миллион теңге таптым деп айта салады. Оны шынымен жеме-жем келіп есептеп келген кезде сол миллионға да жетпей қалатын кездер болады. Сондықтан точка А-ны жақсылап есептеу керек. Бұл шынымен қазір нақты факттарды есептейтін болсаңыз, бұл шынымен сіздің өміріңіздегі қазір қанша ақша бар, қанша расход бар, қанша доход бар, соны есептеп соған шынайы қарай алып, оны мойындасаңыз, оны қабылдасаңыз, бұл уже жарты жеңіс деп айтатын едім. Өйткені врачқа барған кезде диагнозы дұрыс қойса, оған емі де дұрыс қойылады. Бірақ оған диагнозы дұрыс қойылмаса, оған кез келген ем, наоборот, емін бермей зиянын тигізіп жіберуі мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, біздің бірінші точка А-мызды анықтап алған дұрыс ау. Енді точка Б. Көп адам точка Б-ны қойған уақытта біз көбінесе өзіміздің проблемасы бар адам, қатты мас адам, ол мас күйінде машинаны айдай алмайды. Тура сол сияқты біз точка А-да болып, біз точка Б-ны қойған уақытта біздің көп армандарымыз, көп точка Б-ға қойған заттарымыз өкінішке орай өтірік болады. Бұған тағы да бір мысал келтіруге болады. Менде мынандай тапсырма бар. Келген адамға мен жаздырам 100 арманыңды немесе 30 өзіңнің қалауыңды жаз деген уақытта гарантированно бірінші 10-ы өтірік болады. Бұл обычно, мен ол алғашқы 10-ға не жазатын білем, адамның квартира жазады, машина жазады, 1 миллион долларым болса деп жазады, білмеймін, тағы да өзінің алғашқы 10-ға бір навязанный идеялар жазады да. Екінші 10-ға уже бір қоғамнан алып алған бір шаблонный идеяларын жазады. Уже адам бір где-то 20-дан 30-ға дейін өзінің бір идеяларын жазуы мүмкін. Бұл идеялар особенно өзіне қатысты болса, қатты бір қымбат заттар да болмауы мүмкін, жай бір заттар болуы мүмкін, бірақ өкінішке орай біз осы точка Б-ны да дұрыс қоймаймыз. Енді точка Б-ға қою үшін мен ойлаймын, негізі адамға расслабленный состояние керек. Расслабленный состояние дегеніміз, мысалы, мас адам машинаны айдай алмаған кезде, оған бірінші мастығынан арылып, өзінің бір адекватный состояниесіне оралған кезде ғана ол машинаны айдай алады. Тура сол сияқты біз точка Б-ны қойған уақытта бізге бір андай состояние керек емес. Андай состояние, да ты сможешь, сен бәрін жасай аласың, айырам, жыртам деген состояниеде сен өзіңе сверхъестественный, қолынан келмейтін армандарды жазып жіберуің мүмкін. Ал екінші өзіңнің состояние онша емес, бір экономить ететін, бір өзіңде бір подавленный состояние болса, сол кезде сен де бір түрлі өзіңе келмейтін бір армандар жазуы мүмкін да. Сондықтан точка Б-ны қойған уақытта реально біз қандай состояниедеміз, бір спокойный, бір шынымен бір без тревоги сол точка Б-ны қоятын болсақ, реально соған жетуге болады. Сондықтан негізі точка Б-ны қойған уақытта адамдар, мен көп байқайтын тағы да бір үлкен бір қателіктің бірі, бұл сверхъестественно сразу результатты қою. Мен бұл нәрсені көп көргем. Мысалы, миллион теңге тауып жүрген адам сразу айтуы мүмкін, мен 20-30 миллион теңге тапқым келеді деп. Сразу үлкен цель қоятын болсаңыздар жетуге болады, бірақ бұл штанганы көтерген адам сияқты, как бы сен бірінші 20 килограмм, 10 килограмм көтеріп үйренбесең, 500 килограмм сразу көтерем десең, сенде
беліңді ауыртып алуы мүмкін, немесе саған бір кері әсер тигізуі мүмкін. Сондықтан үлкен цельді қоятын алдында, мне кажется, кішкене өзіңнің бір по пути цельдерді қою керек та, точка Б-ға. Мысалы, 0 теңге тауып жүрген адамға сразу миллион теңге қоюды ұсынбас едім. Ол бірінші алғашқы, хотя бы ең бірінші продажасын жасау, алғашқы 300 000 теңгесін жасауды мен ұсынар едім. Неге? Миллионға по пути 300 000 теңге ғой, мысалы 300 000 теңге тауып жүрген адам миллионға шапса болады. Бірақ 500 000 теңге тауып жүрген адам сразу 10 миллион, 5 миллион емес, шынымен бір алғашқы хотя бы 1,5 миллион теңгеге ұмтылса болатын еді. Мен өзіммен кездескен бір мысалды айтып берейін. Мен тренажер залға көп баратым бұрында, қазір көп бармаймын енді. Бірақ барған уақытта бір эллипс деген не бар, тренажер бар. Ол велик сияқты, аяғың, қолың бәрі қимылдайды. Сол жерде андай таймерлар бар да. Таймерлардың бәрін бірінші 15 минутқа қоюға болады. 15 минут қоям, жүгірем. Сосын басымда, давай құлан, тағы да қос деп. Тағы да 15 минут қосам, жүгірем, уже 30 минут болды. Тағы да 15 минут қосам, 45 минут болды. Тағы да жүгірем. Давай 1 сағат болсын деп. Тағы да 1 сағат қылам ғой. Жүгірем. Сосын 1 сағат маған что-то аз сияқты болды да. Уже кейін тағы 15 минут қосып, сонымен не керегі бар? Мен 2 сағат жүгірдім, кәдімгі 2 сағат жүгірдім. Сол эллипстен шыққаннан кейін аяғым ауырып, бір андай состояние болу керек қой, қуанып тұратындай. Мен 2 сағат соны эллипстің үстінде тұрдым деп. Жоқ, бірақ аяғым ауырып, там фиксировать етпегенбіз да. Өкінішке орай бізде бір жетістікке жетпей жатып, даже көп обесценивание көп та. Өткен выпусктарда да айтқам. То есть 15 минут жүгірген уақытта, хотя бы жарты сағат жүгірген уақытта, бір сағат жүгірген уақытта сен фиксировать етіп алып, өзіңді құрметтеп, марапаттап, содан кейін барып келесі цельдерді қоюға болады ғой. Бірақ өкінішке орай біздің точка Б-ны қойған уақытта адамдар өзінің қазіргі бар результатын фиксировать ету дегенді білмей, келесісіне цель қойып, түбінде выгоранияға барып жатады. Жаңағы мен 2 сағат жүгірген сияқты аяғың ауырып, уже эллипсті көргің келмей қалады. Сондай жағдай болмас үшін, мен ойлаймын, порциялармен қойып отыру керек. Енді мына нәрсе. Точка А-дан точка Б-ға жеткен кезде мен адамдардың 3 типін байқадым. Бұл бірінші тип. Мысалы, қарайық. Точка А-да белгілі бір найымда жұмыс істеп жүрген, бүгін ғана сондай бір консультация болды. 3,5 жылдай уже бір орында жұмыс істеп жатыр. Маған айтатын әңгімесі, мен жұмыстан шыққым келеді, мен өзімнің бизнесімді бастағым келеді, қосымша бір табыс тапқым келеді деп айтады. Осы бірінші типті адамдарды, мен бұларды обычно әлі болған жоқ деп айтамын да, бұл адамдар. Енді қандай бір прикол сияқты болып естілуі мүмкін, бірақ шынымен қарасаңыздар, бұл адамдарға бір точки недостаточный жұмыс істейді да. Кезінде бір ақша керек болғаннан кейін жұмыс істеуі мүмкін. Әлі толған жоқ, болған жоқ дегенім. Болады ғой, өздеріңіз еске алыңыздаршы. Мысалы, найымда жұмыс істеп жүрген кезде сен айтасың да, все, хватит уже. Все, болмайды уже, ары қарай болмайды. Потому что мен осы уақытқа дейін шыдап келгенім жеткілікті, мен уже өзімнің армандарымды өзімнің қалаған жағыма барам деген сияқты бір точкаға жету керек. Бұл бірінші типті адамдар, осылай точкаға Б-ға жететін адамдар. Екінші типті адамдар болады, өкінішке орай бұлар мен бұларды өмірдің тіреуі деп атаймын. Көбінесе бұл адамдар шынымен точка Б-ға жетудің бір механизм андай болып болған. Бір точкаға келеді. Мысалы, қарыз болғанда ғана жұмыс істеу, немесе кредитіңді төлеу үшін ғана жұмыс істеу, немесе тек қана ақша табу үшін ғана жұмыс істеу, бір тірелген уақытта ғана жұмыс істейтін адамдар болады. Бұл екінші тип. Бұл типқа негізі көп адамдар жатады. Мысалы, мен өзім білем, менде бір оқушылар болатын, Құлан мырза қарызым бәрін жаптым да, енді жұмыс істегім келмей қалды дейді. Ондай адамдар болады.
бұны өзгертіп немесе бұл жаман жақсы деген бағаны бермей ақ қояйын, просто біз қай типке өзіміздің жататынымызды көрейік. Бұл екінші тип, то есть тірілген уақытта ғана жұмыс істейді деген сияқты. Бірақ бұл типтің бір жаман жері, енді андай бір жаман айтсам ренжімеңіздер, бір анау шұқыған кезде ғана, өзіңе тірілген кезде ғана қимылдайсың да, сен өзіңді настолько соған үйретіп қойғансың, уже сол кезде ғана жұмыс істейсің. Үшінші тип бар, бұлар енді долгосрочный план қоя алады, бұлар асықпайды, шынымен анау те, кто понял жизнь, не спешат дейді ғой, тура сол сияқты. Сондай бір типті адамдар, бұлар енді особый бір қызыл кітапқа енген адамдар сияқты, бұлар кішкене редкий случай, бұлар адамдар, бұндай адамдар өте аз болады. Бұлар асықпайды, прям бір точкадан ұрып, өзінің бір мықты жақтарын біліп, сол жерде асықпай, бір ударды там 10 000 рет оттачивать ете беретін адамдар. Бұл адамдарда бұндай бұл характер типті болу үшін өкінішке орай бізге көп қазір енді заттар әсер етеді. Адамдар айтады там тез жетістікке жету енді қазір шыны керек успехтің бір заманы болып тұр ғой. Адамдар қарасаңыздар вебинардың немесе біреудің курстарының аттарының өзі там за какое-то время осынша ақша жаса, ойбай тез байып кет, қарасын жоясын, бай болып кетесің дегеннен кейін бұндай типті адамдар кішкене аз. Енді көріп жатыр қой, ондай типті адамдар енді бір қарасаң бір нәрсемен ұзақ жылдар бойы айланса алады. Өзімде бұл типті адамға жатамын деп айта алмаймын. Шынымен алғашқы 1 мен 2-де болып, қазір осы 3-ші типқа жайлап көшіп жатқан жайым бар. Қазір асықпауды үйрендім. Аллаға шүкір, өзімде бір белгілі бір тұрақтылыққа деп айтайыншы, дисциплина емес, тұрақтылыққа. Мысалы, ағылшын тілін үйренсем де күніге бір 10-15 минуттан белгілеп, соны жасап отыру. Алдағы уақытта осы подкастымда мен жылдар бойы түсіре бергім келеді. Вот бірінші выпуск шығардық, екінші выпуск шығарамыз қазір. Солай жайдан аптасына жай дами бергім келеді. Сондықтан біз точка А-дан точка Б-ға барған уақытта осы 3-ші типке баруға ұмтылуымыз керек. Яғни бұл дегеніміз асықпау деген сөз жалқаулықты білдірмейді, бірақ сен өзіңнің шынымен өзіңнің мықты жақтарыңды біліп, сол мықты жақтарыңа акцент қойып, жайдан жай дами бересің. Осылай. Бұны талқыладық. Енді қараңыздаршы, мына нәрсені қатты назар аударғым келіп отыр. Точка А-дан точка Б-ға жеткен уақытта адамдар ең бірінші, мен ойымша, бір инструментке көп мән берген сияқтымыз. Басында алғашқы 1 миллион теңгеге дейін, немесе какой-то бір 2-3 миллион теңгеге дейін біздің инструменттер жұмыс істейді. Инструменттер дегеніміз бұл сенің қосқан, сенің жұмыс істеп жатқан жұмысың, немесе сенің қосқан рекламаң, сенің қосқан бір жұмыс істеп жатқан рилстарың, сенің бір вебинарың деген сияқты бір инструменттер. Бұл инструменттер жұмыс істейді. Өзімде осы точка А-дан точка Б-ға жеткен кезде шынымен осындай инструменттерге қатты назар аударғам. Мен инструментке дейін, инструменттерді қолдану арқылы өзім бір алғашқы бір 3 миллион теңгеге дейін өстім. Ары қарай мен түсінбедім қандай болатынын. Енді біз көбінесе адамдар потолок деп жатады ғой, бір потолок деп. Осы кездегі менің өзімнің жасаған бірінші бір қателіктерім бірі, бұл көбінесе бұл әрекетті өзгертуге тырысу. Қараңыздаршы, мысалы, мен қазір бір ақша тауып жүрмін. Инструменттерді қолдану арқылы мен әрекетімді өзгерте беретін болсам, енді қазір көп қой сөздер. Главное басасайш, главное жасасайш, жасай берсейш, әйтеуір болады ғой деген сияқты бір адамдардың бір ақылды немесе сондай бір сөздер болуы мүмкін. Сол сөздерге назар аударып сен әрекет жасай берсең, кей кезде сенің алатын результатың бір болуы мүмкін. Негізі ең үлкен біздің қателіктеріміздің бірі де сол шығар. Біз всегда
там қауынның дәнін егеміз да ең соңында там арбузды күтіп отырамыз да. Бірақ қауын ексең қауын шығады ғой. Бірақ сол біз қауын егіп жатқанымызды өзіміз білмейміз. Біздің қалағанымыз арбуз болса, бізге арбуздың дәнін егу керек. Негізі қарасаңыздар, енді мен бұл заттарды кәдімгі ғылыми жақтан немесе өзім терең түсіндім деп айта алмаймын, бірақ сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп беруге тырысайын. Бізде подсознание бар. Енді қазақша түп сана дейді, түп сана. Подсознаниеде содан кейін бізде бір саналы ой бар, сознание. Сол сознаниеден кейін бізде бір ой келеді. Сол ойды біз аламыз да, сол ойдан бір әрекет шығады. Қарап тұрсаңыз, әрекет 4-ші шығып тұр да. 4-ші болып тұр. Біз әрекетті өзгерткенімізбен подсознаниеде басқа бір ақпарат тұратын болса, әрекетті өзгерте беруінен кей кезде смысл аз. Өйткені қосындылардың қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосынды өзгермейді деген математиканың заңы бар. Тура сол сияқты негізі әрекетті емес өзгертуге біздің ішімізде жатқан бір подсознаниеде жатқан ақпаратты алуға ұмтылу керек сияқты. Мен мынаны түсіндім өзімше. Сол әрекетті енді әрекетті өзгерту кезінде сен қандай әрекет жасауыңды кей кезде өзің білмей қаласың. Бір қиын да, уже сен мен не істеймін? Вроде рекламам жасап жатырмын, вроде сатып жатырмын, вроде там товарым бар, вроде командам бар, немесе вроде жасап жатырмын ғой, бірақ не істерімді түсінбеймін деген сияқты моменттер болады. Бірақ осы кезде мен басты назар салуға өзім кеңес берем, бұл сіздердің өзіңіздің сезімдеріңізге. Бір мысал келтірейінші. Менде бір жігіт өзінде қазір жеке коучингта жүр. Маған енді жеке жұмыс істеп жатырық өзіміз. Бір күні келеді, мен көріп тұрмын ана жігіттің өзіне ашулы екенін, бір болады ғой, бір андай бір кәдімгідей бір енді біраз разбор жасап жүргеннен кейін, өзімен жұмыс істегеннен кейін адамның андай түр әлпетін көресің, бір суық келді, өзі бір ашулы келді. Отқаннан кейін сразу екеуміз оттық. Отқаннан кейін маған айтты, мен Каспий магазин жауып тастадым деді. Сосын мен айттым, не үшін, не себеп болды енді десем, мен шаршап кеттім, короче. Енді айланысып жүргеніне 2 жылдай уақыт болған. Өзінің табатын ақшасы сол Каспийден 1,5 миллион сондай ақша табады. Өзі прям достаточно такой продвинутый парень, өзі әйтеуір сондай нәрселерді біледі да өзі. Енді не үшін жабайын деп жатсың десем, бүгін 8 заказ түсті, соның 4-еуін менде в наличии болған жоқ, содан кейін уже мен настроением түсіп жатыр дейді. Сол уақытта ең қызығы, екеуміз сөйлесіп жатқан уақытта сол жігітке звонок түсті. Звонок түскен уақытта ана жігіт звонокқа жауап бергісі келмей, прям ана жерде прям жаңағы қара креслоның орнына мен саған қызыл креслоны апарсам бола ма деп тұр да, енді анаған клиентке. Клиент айтады, жоқ, мен күте алмаймын дейді, болмайды дейді. Анау настроение түсіп кетті сразу. Енді қараңызшы, бұл жерде сезім ғой. Сезім. Мен сол звонок түскен уақытта маған отказ берді, мен өзімді униженный сезіндім. То есть бір сондай негізі факт, маған отказ берді. Бірақ менің оның қабылдағаным, значение беріп қабылдағаным, бұл от меня отказываются, меня отвергают, менен қашып жатыр, мені бұлар онша емес көріп жатыр дегендей қабылдаймын да. Сол сезімді мен шыдап, содан кейін эмоция, кәдімгідей бір грусть, злость болады. Менің беретін реакциям оған қашу. Менің беретін реакциям қашу, и одан шығатын қорытынды Каспий магазинді жауып тастау деген шешім қабылдадым. Енді қараңыздар, окей, Каспий магазин жапсын, проблема жоқ, жапсын. Бірақ келесі бір бизнес бастаған уақытта дәл осындай ситуация қайталанбауына кім кепіл? Кім кепіл айтыңыздаршы? Дәл осындай ситуация қайталанбауына. Дәл осындай ситуация қайталануы мүмкін ғой. Сондықтан мен ана жігітке енді өзіне маған айтып жатқан әңгімелерінде шынымен обесценивание бар, мен айтқан сияқты
бір обобщение да там маған айтады уже қаншасыншы отказ болып жатыр. Окей, қаншасыншы отказ болып жатыр. Мен 2 жыл, нет, 1,5 жылдай 2 жылдай болды айланысып отқаныма. Менде сол бір осындай бір отказдан бір 300 болған шығар дейді да маған. Окей, ладно, хорошо. Сен қанша заказ орындадың десем, мен примерно 1,5 заказдай орындадым дейді. Хорошо, 1,5 заказ орындадың, 300 отказ емес, еще в наличии болмай қалуы, это же часть процесса, это же нормально. Но бірақ мен оны бір трагедия қылып, бұл мен бұны үлкейтіп, бұл эмоцияны сезіне алмағандықтан, бұл эмоциядан қашып тұрмын да. Сонда ана жігітке айтамын ғой, қазір қара, сен 1 миллион теңге табатын бір недвижимостьің бар деп алайықшы саған. Алайық. Ол недвижимость Алматыда қанша теңге тұрады? Ойланып тұрып, 150 миллион тұратын шығар деп айтады да маған. Ойлашы, бұл 150 миллион как минимум шығар, одан да өсе беретін шығар бағалары. Ойлашы, сен қазір 150 миллион теңге тұратын бір недвижимостьті просто есігін жауып отказ беріп тұрсын. Сондай нәрсе жасап тұрсын сен деймін ғой. Өзінің тұратын квартирасы, там өзінің квартирасы бар, 47 миллион теңге тұратын квартира, ол квартираны айына 300 мың теңгеге снимать етіп тұруға болады. Бұл өзінің тұрып жатқан квартирасын тастап кете алмайды, бірақ әкеліп айына 1 миллион теңге әкеліп жатқан бизнесті осылай тастап кетіп тұр. И маған келгендегі запросы, мен жаңа бизнес бастасам қалай болады дейді. Окей, баста жаңа бизнес, проблема жоқ. Бірақ проблема в том, что сенің сол ескі бизнесте қайталанған іс-әрекеттерің, сенің қашқан эмоцияларың жаңа бизнесте де қайталанады ғой. И сен сол эмоциялардан қашып жүре беретін болсаң, бұл эмоциялар ең соңында мен ойымша ауру болып, немесе сені бір жынды болып шығаратын сияқты. Бізде өкінішке орай осы сезімдерді сезінуге көбінесе бізге отказ бергеннен кейін, сол бизнес жаса, өмірде неше түрлі отношения, білмеймін ғой, қандай жерлерде де сен эмоциялармен кездесесің ғой. Осы эмоциялардан қашқаннан кейін бізде осындай проблемалар туындайды да, біз қашып жүреміз. Кішкентай кезімізде бізге шынымен эмоцияларды сезінуге көбінесе запретно же было. Жылама, жынданба. Ол ничего, нормально, болады. Қоя салшы соны, неғып жылап жатсың? Еркек емессің ба? Қатынсың ба жылайтын? Білмеймін ғой, қандай сөздер бар басқа. Тура сол эмоцияларды сезінбегеннен кейін, біз оларды проживать етпегеннен кейін, ол эмоцияларды выдерживать етпегеннен кейін, өкінішке орай осындай проблемалар болып жатады. Енді ана жігітке айтамын ғой, біз сол кезде енді шынымен ана жігітпен сессия барысында сөйлесіп отқан кезде біз дошли до такой истории, где действительно оған отказ беріп, өзін бір униженный, өзін бір оскорбленный, бір сезінген уақыттарына барған уақытта, ана жігіт айтады маған, мен уже магазинімді қостым, ертесіне маған қанша бір білмеймін, бір жақсы заказдар түсті деп жатыр да. Сонда қараңызшы, бізде енді көбінесе біреудің жаңағы басқа біреудің жылдыраған нәрселерін қарай беру арқылы анаған көшіп, мынаған қарап жүрген уақытта сіздер өздеріңізден біліңіздер, шынымен сен өзінің сезіну керек эмоциялардан қашып жүрген жоқсың ба? Сол сезімдерден қашып жүрген жоқсың ба? Бұл өте күшті бір мысалдардың бірі да. Тағы да бір мысал. Менде бір енді бір нені алайық, фрилансерді алайық, всегда бір предоплатамен жұмыс істейді, например, көп қой енді біздің жағдайда предоплаталармен жұмыс істейді, белгілі бір частьін береді, кейіннен кейін екінші частьін төлемей қояды. Енді бұл жігіт всегда ойлайды кәдімгідей, мен может дұрыс емес жұмыс жасап жүрген шығармын, мен лох шығармын деп. Но бұл ситуациялардың ішінде бәрін кәдімгідей как есть қарайтын болсақ, реальностьке алып қарайтын болсақ, бұл олай емес негізі. Саған екінші частьін төлемей қоюы, сен одан өзіңді лох сезінсең, ана адам сені лох деп ойлаудың мағынасы емес. Просто мен солай сезінемін. Енді бұл ситуацияны бізде шешіп, жаңағы жігіттің кішкентай кезінде өзінің жаңағындай бір балалардан таяқ жеп қалған кездері есіне түсіп, сол эмоцияларды выдерживать еткен кезде уже сен тура сондай ситуациялар қайталанған кезде сенде уже триггерить етпейді ол ситуациялар, сен уже нормально қабылдайсың ол ситуацияларды. Тағы да бір жағдай, менің енді как бы болған оқиға,
бір жігіт өзінің бір машинасы бар, жақсы машина негізі, бір 2007-2008 2015 па сондай, 16 ма білмеймін. Енді өзінің ойынша ол машинасы онша емес, короче. Бір енді футболға барады екен, сол футболдың алдына барған кезде X5-лар тұрады, білмеймін, жаңа машиналар тұрады. Бұл машинасын елдерге көрсетпеу үшін сыртқа қойып кетеді екен, басқа жаққа барып қойып кетеді екен. Енді бұл былай деп түсінеді. Факт, что машиналар бар, X5 бар, жаңағы новый машиналар тұр, бірақ оның өзінің жаман сезінуі, өзінің унижені, өзінде ақша жоқ деп сезінуі, бұл реальность емес. Бұл адамның өзіне өзі қойып алған диагнозы. Негізі бұл нәрселерде біз өзіміз бұны эмоциональный боль деп алатын болсақ, мен қазір мына жерде тұрған осы съемочный площадкада тұрған адамдарды мен барып бұларға не жасай алам? Больно жасай алам физически. Ұра алам, шымши алам, ұрған кезде физически больді сезіне алам. Бірақ, достар, всегда эмоциональный больді мен өзім жасаймын. Тот момент келді, ситуация, ол эмоцияларды мен кезінде сезінбегеннен кейін, бағанағындай машиналарды көрген кезде өзімді біртүрлі сезіндім, и бардында уже не істедім? Мен машинамды сыртқа қойып кеттім. Мен қандай шешім қабылдадым? Значит, мен недостоймын деген шешім қабылдадым. Енді бұның барлығы бизнес жасауға, точка Б-ға жетуге қалай әсер етеді? Менде сұрақ қалай әсер етпейді? Біз всегда отношениямен, всегда сондай бір ситуациялармен кездесеміз ғой. Менің ішімде, егер де сондай бір паттерн болатын болса, паттерн поведения, всегда ренжіп қала беретін адамдар болады, например, оны біз обычно характері сондай, и ренжікші адам деп қоя салғанбыз, бірақ шынымен соны жеме-жем келіп, сырт ішіне қарай алып жұмыс істеп жатқан адамдар бар ма? Бар шығар, бірақ өте аз. Сенің точка Б-ға жетуіңе мен ойлаймын, басты мәселе осы сезінуді, өзінің эмоцияларыңды басқаруды, яғни качественно ойлауды үйренетін болсаң, сенің точка Б-ға жетуіңе оңай болады. Мен айтпаймын, что ондай оқиғалар қайталанбайды деп. Қайталанады, бірақ сен ол кезде сен уже нормально қабылдайсың, болды. Мен тағы да қазір осы нәрсені айтып, уже бір итог жасасақ болады. Көбінесе біз бизнес бастауға, немесе өзіңнің көбірек ақша табуыңа не кедергі деген кезде, көп адам маған сонда опросқа айтқан, қорқамыз деп айтқан. Бұл қорқыныш, бірақ қорқыныш, отказ алудан қорқыныш. Мысалы, бір клиентпен сөйлестің, сен предложил сатып алуға, немесе сатып көруге тырыстың, сен негізі сата алмаймын деп өзіңді сол эмоциядан қашып тұрсың. Бірақ сен сата алмаймын емес, шынымен сата алмайтын шығарсың, бірақ ана адамның саған отказ бергені, сатып алмағаны сенің өзіңнің эгоңа қатты тиеді. Бұл эмоциялардың бәрінен өзімде өткенмін, өтіп те жатырмын. Сондықтан осындай бір өзімізді бір эмоциялардан қашпай сезінуге шақырам. Сол кезде уже точка Б-ға жетуге оңай болады. Бір мысал. Жақында бір танысыммен кездесіп қалдым. Сонда былай айтады да, кәдімгідей, енді ол қыз бір услуганы сатқан, 230 адамға ма сатқан услуганы. Сөйткенде где-то 20-сына возврат жасап берген. 20-сы айтқан бізге возврат жасап бер деп. Оны возврат жасау негізі ол қыздың кінәсі емес. Тура солай бір обстоятельства сложились, потому что документтер шықпай қалған ба сондай. Бірақ бұл қыз алғанда мен елдің бәрі маған отказ беріп жатыр, мен значит онша емеспін, может мен недостоймын, мен бұған вообще лайықты емеспін деп қазір қашып жүр да өзінен өзі. Сонда мен ол қызға бірақ сұрақ қойдым да, сен қандай эмоциядан қашып жатсың деп. Ол айтады да, позордан дейді да. Позордың артында бір адамның өзінің басында жасап жатқан бір маскасы бар да, бір иллюзиясы бар да. Достар, бұл әртіс көйлекті масканы бізге жайлап құлату керек. Бұл сенің басыңда ғана
иллюзия, басында ғана маска. Примерно солай. Енді бұл ситуацияларда сіздерге точка Б-ға жетуге мен жаңа айттым ғой, өзіміздің эмоцияларымызды басқаруды және качественно ойлауды үйренсек, в принципе, уже точка Б-ға жетуге оңай болады. Енді қалай үйренеміз? Мен бірінші айтатын едім, давайте будем наблюдать. Өзімізді қазір будем наблюдать. Мысалы, мен каждый раз клиенттен отказ алған сайын мне больно, действительно. Мен өзімді біртүрлі сезінем емес, сен қалай сезінесің өзіңді? Позор ма ол, больно ма, ол білмеймін, басқа нәрсе ма, Сен қара, бұл ситуация тек қана клиентпен емес, басқа нәрсемен де қайталануы мүмкін. Сен шынымен өз-өзіңе сұрақ қой. Действительно, оны мен қалай сезініп тұрмын? Ол ситуациялар кезінде бұрында балалық кезінде тура сондай оқиғаларға ұқсас оқиғалар бар ма? Ең дұрысы, шынымен осы ситуацияларды сен өзіңмен как бы прорабатывать еткен кезде уже сен бұл ситуацияларға нормально қарайтын боласың. Достар, бүгінгі как бы подкастымызды осымен бітірейік. Барлықтарыңызға рахмет. Егер де подкаст ұнап жатса, өздеріңіздің историяларыңызға бөліссеңіздер, немесе маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мен всегда ашықпын. Рахмет. Келесі шығарылымдарда кездескенше бар болыңыздар, бай болыңыздар.